Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi habibihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bazı bir adam ораза кезінде білместіктен тағам ішіп жеп қойды. Бұл жағдайда не істейміз? Бұндай жағдайда ораза бұзылмайды. Себебі Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям өзінің ұлағатты хадис шәрітінде айтады: ораза тұтқан адам білместіктен оразаны тағам ішіп жеп қойса, оразаны жалғастырсын, ораза бұзылмайды дейді. Себебі тағам ішкізген де жегізген де бір Алла дейді. Ал енді бұл жайында имам Муслимнің кітабында, Сиям кітабында айтылады. Және тағы бір хадисінде пайғамбарымыз айтады: адам ораза кезінде осы тағам ішіп қоятын болса, жеп қоятын болса, бұл жерде кафарат өтелмейді дейді. Бұл жайында имам Мажа өзінің жағы Сиям кітабында айтады. Неге десеңіз, адам әдейілеп істемесе, онда жалғастыра беруге болады дейді. Ал енді адам бірақ білген уақытында дереу ораза екенін есіне түскен уақытында дереу тоқтатқаны дұрыс болады екен. Ал енді Алла Тағала осы баршамыз осындай қасиетті айлардың сұлтаны болған Рамазан айында тұтып жатқан оразаларымызды, тілеп жатқан тілектерімізді жаратушыға қабылдыққа жазған болсын.